Dostlar, biz o'zimizning кезекті, яғни бүгінгі видеомызда жалпы тун сақыр болып ультиматына шыққан кез келген рандомный қарсыластарымызды жазалаймыз, яғни тек қана хедшот беріп жазайтын боламыз. Ал сендер видео басамасам бұрын әдеттегідей маған тіркелеп осы видеоға лайк басып отырыңдар. Енді сендер ойлаулар мүмкін, не үшін жалпы рейтингта бұл челленджді түсірмеске? Себебі бізде осы алдыңғы сезоннан бері жалпы компьютермен, яғни комппен кіретіндерге жалпы рейтингқа шектеу қойған болады. Оның себебі жалпы бізде ойында читер софттақтардың көбеюі, және өйткені олардың көбісі ПК-мен ойнайтындар. Так, сол үшін бізде жалпы қазір рейтингке кірмей қана ранкке кіреді, бірақ бізде жалпы ранктан челлендж орындау сәл қиындау, өйткені біздің қасымызда тағы да бір қарсыластар, яғни ойыншыларымыз, напарниктер емес, солар болады. Сол үшін біз ультиматына тек қана бірге бір атысып челлендждерді орындайтын боламыз. Так, бізде жалпы тун сақыр тұр, навыгымыз бәрі дұрыс, ал ендеше біз жалпы ультиматына кіріп, қазір өзіміздің қарсыласымызға басына неше түрлі хедшоттарды береміз. Тіпті олар бізді софттак деп ойлап қалуы мүмкін. Біз каткаға келдік. Так, біздегі бірінші қарсыласымызға так нет акжол дейді. Жалпы енді бұны көреміз, қандай игрок екен. Ал бұл зажиматтағаны бізге не важно, бізге басты болған тек қана хедшот беріп қана өлтіру. Енді бізге зажим керек емес. Так, бұл қайда екен бірші біліп алайық. Так, прямо игілятыр, басы нормально пойдет бір игрок болса болды. Так, навык қош жареміз. Так, бұл қайда екен? Бұл деп бірінші оқын өлтіре сағам жай. Бірінші оқпен өйтті. Әжол кәдімгі өзі непонятка оққан сияқты, қалай оқып кетті, өзі не оқып кетті деп. Так, айтпақшылай, мен енді алдағы видеолардың бірінде, енді сендердің араларындағы бір кез келген подписчигіммен енді бір челлендж түрім келеді. Яғни мен ұтатын болатын болса, өзде мен оған апталық ваучер салып беремін. Сол үшін давайте маған тіркеліп осы видеоға лайк басып, максимальный түрде өздеріңнің қолдауларында білдіріп кетіңдер. Ал мен әзірге осы қарсыласымды так бүйтіп жазып тастаймыз. Бізді пайди мынау деген көре алмай жатыр ғой. Біздің енді скорсымыз ондай қатты мықты емес, бірақ бұл біздің қарсыласымыз үшін өте ауыр болып тұр. Әзірге бізге счет 2-0. Енді бұл не таңдайды екен? Өзі ясыртына екен жарайды. Бізге тіпті жақсы, бізге де зажим оружие керек емес, бірақ бұл мак 13 таңдайды ғой. Ал біз мак ойнамаймыз, біз яғни ясыртпен береміз. Бізге барынша алыс ойнау керек, өйткені бұл бізде так бұл пайда етіп үйіріп шықты. Так, бұл тығып отыр. Так, бұны табау керек. Так, қателеспесем мұнан артында. Артында бір шығарып керек бұны. Ашықты. Деп басын адайсың ғой. Не өп кетті до байғыз қарындаш. Сразу уже 0,5 секундтың ішінде менде 69-ға хп қалды. Мынау деген кәм хп-ны жаман алады екен, Так, мына заттар тастап тастаймыз, қайтадан барамыз. Яғни біз ясырпен, бізге хедшот керек өткен, бізге зажим керек емес. Біз нетчас ойнаймыз тек қана. Так, бұл атып отыр екен бізді. Бір шықсын қазір, қадап жереміз. Так, шыға ғой. Бұл, короче, бізге опорды күтіп тұр ғой. Так, аптек орап аламыз. Короче, сенкіні жатып келем дейма. Ну, көреміз қазір. Ема, анау. Мынау болмады. Мынау болмады, ема, ят болды нағжол. Бұл негіз ясыреппен көрді, бірақ болмады ясыреппен негізі. Так, бұл так немен ойнайды екен? Бұған давай винчестермен көреге. Өткен қазір мен дровавик алам, оның міндетті түрде упорына кірем. Не істейді ол? Әрине 4-2 оқпен мені зажима таптай салады. Өткені өздерін көресіздер, бұл деген жаман зажим шеген бұл бала. Так. Бұқтан шат екен. Бұны бірінші, короче, төбеге шықса. Мен біліп тұрмын ше, бұдан қажет екен ше. Так, бетик. Бұны, короче, бір шош салу керек.
ұят болды мынау. Ұят болып қалды ғой нанам. Бұл менің өзімнің басыма түсады ғой. Мен уже жарты бронясын шыржеппін ғой. Так, бізге мен просто так неғып сәл қобалжып ойнадым. Өйткені мынаған упор кірейін ба, дальний кірейін ба, тіпті өзім білмейтім қалай не қылатынымды. Так, деп тұрайық. Бірінші оқпен ауыр болды, Тупо көрдік бірінші оқпен жасалды. Енді бұл барады, бір М40 либо Юмпи дейма. Бір әйтеуір өзіне ғана удобны, яғни зажимге ыңғайлы жағдайда. Дигл таңдайды. Так, бұл қазір Томпсон дейді. Енді бұл если біз 2 раунд жеңілетін болсақ, бұл гарантия қазір упордан Томпсонмен либо дробовикпен 2 типа дробовикпен 2 атып, и дальше Томпсонмен атуда мүмкін. Так, бізге дробаш керек, не болса ол болсын, ұтылса онды, ұтылмаса қойдық. Келатыр өші. Короче, бізге упорға жақындасын өзі. Қод кетір. Бізге керегі осы ғой, осыны күтіп қой мен. Короче, бізге бірінші келгені керек та бізге бұны. Яғни енді біз бірінші раундымызды көрдік, енді бізде Тун Сахурмен вообще ауыр болды. Ну жарайды, біз енді келесі екінші раунд көрдік, енді екінші раундты қалай болады екен көреміз. Мүмкін бізді жеңе ма, жеңіле ма. Әзірге бізге енді қарсыластарымызда счет 1-0 болып тұр. Так, бізге кім шыққан екен? Аут 8В, 6К, 7 ДО, G деген ең ашық кетті. Оны жарайды, біз шыға саламыз. Біз қайтадан көре саламыз, бізге маңызды емес ол. Так, кеттік ал. Екінші раунд жаңағы құрсымыз игромыз шығып кетті ма, несет? Вообще бачыт болды. Так, например, давайте каз M500. Так, бұл бізде не ет құрсын? Неге 7 ВТ, ВО, 7 Кан дейді. Ой, бұл не деген ник, но ойыңа кірген кезде любой бір рандомный не қоя салма, не істеген. Енді бізге что-то бүгінгі челленджді енді көреміз. Орындаймыз ба, орындамаймыз ба, бірақ біз өзіміздің бірінші раундымыз ойнап тұр. Енді екіншісінде ойнаса вообще зор болады. Так, бұл қайда екен, бұл көр. Мана, короче, тығыл ойнайтын игрок екен, Так, бір шығарып алу қой бұны. Короче, тіпті түсінбей қалды оны. Не болып кеткенін өзі білмей қалды ғой. Так, бұл не істеп отыр екен? Примерно ше бұл қазір бір дроваш па бір байлы. Болды, көр. Ма. Примерно біліп тұрген ғой мен қайда екенімді бұлда. Көрдім? Деп өлтіреміз. Болды, үйсі өлтіре саламыз. Болды. Бізде айди орында болады челленджді. Өткен бірінші раундымызда жалпы сәтті алып тұрық. Енді өзіміз қателеспеу керек. Вот, бізге керегі тура керек оружие алды ғой бұл деген. Бізге керегі осы. Молодец осыны. Ма болмады. Короче, бізге упордан жақындамау керек, я? Так, эпизод сесалайық. Так, бізде бұл қайда екен? Короче, упорна кірсек. Дроваш, дальний енді дигл. Дигл деп мұң ғой. Артта екен, артта екен. Көкемді. Ма, упорна кеп, кәм көрдіңдер ма? 1 метр жерде мұнандай хедшотты көрдіңдер ма? Тура упорна келдім де, бірінші оғық. Так, дәнеден бір оқ аттым, ол тело кетті, и упорна фул кетті, вообще четко кетті негізі. Так, бұны қайттан тауып керек. Аяғының еш шығады наяқтан, аяғының еш шығады. Ойбай құрсын, ема наяқта жүр оны. Сәл апасянкалау ма, ада көрдім. Секіреміз. Деп қадаймыз, просто болды, өзі түсінбей қалды.
Тіпті мен көріп үлгермей қалды ғой. Енді біз бүйтуіміз керек, короче, Дигл таңдаймыз по идее. Диглмен. Жоқ, Дигл өзі бізде жоқ, не бар өзі бізде ойнауға ыңғайлы. Ал винчестермен пойдет, негізі ойнауға болады. 4-0 кеп тұр, ойланыш. 5-те не ұтылып қалсақ, иә. Камбек болып, қалай болады екен өзі. Шығып кетті уже. Ема, бізден қорқып қалды, ойландаш. Тук Сахурдан қорқып қалды. Ну, жарайды. Біз басты бұны жеңдік. Так, аткен шамыз, әрине. Енді өздерің бүгінгі видеода көрдіңдер, бізде жалпы Тун Сахурмен енді қарсыластарымызды жазылаймыз деген. Енді тек қана хедшот бердік, өздерің көрдіңдер. Вообще бізде бір килода болған жоқ. Ендеше бізде челлендж орындалды. Жалпы келесі видеода қандай жалпы затпен топпыр алайын, топпыр деген енді қарсыласымды жазылап тастайын. Соны осы видеоның комментіне жазып кетіңдер.